айттым ғой негізі. Қолынан ұстатпай кішкене бір-екі апта артынан жүрген қызығырақ та. Бұл ерте қолынан ұстап, ерте вальс билеп, таңға дейін бірге жүріп, Ақтөреге қызық емес болып қалды деп ойлаймын негізі. Ақтөрені шошытып алып, қазір Ақтөре сол үшін қазір келмей отыр деп ойлап Ой, Нұржан, Ақтөре маған дейін бір кәдімгідей бір шошитындай қыздармен негізі кездескем деп айтқан маған. Так что, наоборот, біз тек қана видео үшін қол ұстасқан болатынбыз. Ақтөре, мен адам шошитындай қыздармен. Жоқ, мен ол маған таңғалды. Сен қалай, не үшін осындайсың депші. Мен қолымды ұстағысы келді, мен қоя салшы деген сияқтышы. Мен айттым, хорошо, әдемі видео үшін қолымды хорошо, ұстай берейік. Тұра тұршы, қолымды ұстай берейік дедім. Но вне видео ол пытался қолымды ұстап, кішкене пышақ тағысы келіп деген сияқтышы. Өз сондай тактильный адам ғой Ақтөре. Мен білмеппін ондай слишком тактильный екен. Сонымен қой деп тұрдым, абылай соңында қойды ма? Это просто для видео, Нұржан. Ақтөре бүйтіп айтып жатыр ғой енді, Ақтөре бұған дейін қанша қыз шошытып деп. Сізді вот именно эфирден қол ұстатпаймын деген әңгімесінен эфирден басқаша елестетіп көріп келді да сізді. Бірақ сізді қолынан ұстап, вальс билегеннен кейін, ой, бұл да көптің бірі екен ғой деп келмей қойған сияқты қазір. Вальс кім билемей жатыр мына жерде, бір-бірімізден билеп жатамыз ғой? Не болып? Нұрай. Балаусаған менді ойлаймын да былай, Ақтөренің де бір келгені негізі кәдімгідей білініп те тұрған секілді негізі. Кешеде келе салысымен, не үшін келгені білінген сияқты. Кешеде келіп енді сразу Әсем туралы да әңгімелер айтылды деген нәрсе. Білмеймін, бір өзінікін бір Әсемнің айтқан нәрселерін дәлелдеу үшін ғана келген сияқты. Ол нәрселер болмады, онай нәрселер болмады деген сияқты. Әсемді келіп мына жерде түсіріп кетуге қана болған сияқты да. Әйтпесе бұлай да ойлаймыз ғой. Ақтөре бір тек қана бір жас қыздардың айналасын ғана айналып жүрген адам ғой. Білмеймін, бір 30-дағы қызға келіп ол да андай қып. Мен үйленуге нақты дайынмын дегенде мақсатта ғана кеп көрсеткісі келген сияқты да. Бірақ ойланып тұрмын негізі, бірақ по-любому да Әсемге сәл назло жасап келген сияқты. Әсем? Балауса ханым, негізі қайырлы күн. Нұрайдың айтқанымен кәдімгідей келісемін 100%-ке. Потому что енді оған сыртта қыз табылмайды емес, табылады. Мен жақсы білемші. Мына жаққа келіп, бір өзінің бар екенін просто көрсетіп кеткісі келген сияқты, ішіндегісін айтып болды. Жоқ, Балаусаған, мен ойлаймын, Әсемге де сыртта жігіт табылады ғой, мысалы қарап тұрсаң, сен Әсем олай айтқаның кішкене дұрыс емес деп ойлаймын. Bir жағынан Балаусаған ана айтып отыр ғой, Нұрай сен айтып жатсың бағана. Просто өзін көрсетуге келді деп. Ондай емес. Естідім, ол неге кездесуге барады оны? Таңға дейін неге жүреді онда? Если көрсеткісі келсе, көрсетіп кетіп қалмай ма? Уақытын құртып жібергенше, мысалы, ойланып көрсең өзің. Балауса ханым, еще мына нәрсе болды да түнде. Ақтөре түнде 3-ге дейін ба 4-ге дейін ба стримда отырыпты. Ол стримда, Жансая да болған ау деймін, қасында білмедім, көрмедім, бірақ сол жерде только Әсем туралы сұрақтар қойылған кезде, Ақтөре только сол Әсемнің атын айта берген да, қайталап, Әсем туралы сұрақтарға жауап бере берген. Сол нәрседен кейін де күдікті келеді негізі. Неге сол жерде мысалы өз теманы жауап тастамайды? Болды, мен таңдап келген адам Жансая ғой. Неге болды Әсем туралы айтпаңдар? Ал именно осы Әсем туралы жазылған комментарияларды оқып, соларға комментарий айтып отыр да, әділетті де қосып дегендей. Балаусахан, просто жаңағыдай Әсемге өйтіп жатыр деп жатыр ғой. Әсем де на самом деле Ақтөренің мына жерге келгенін қаламайтын сияқты, потому что екеуінің кеше мен эфирде болмадым, бір-бірінен телевизордан қарап отырып белгілі болды, бір-біріне көз қарасы сәл жүректерін ауыртып тұрғанша. Просто Әсемнің де жүрегі ауырады Ақтөреге қараған кезде болды. Ал Жансая келетін болсақ, бауырсақ ертегісі ұқсап, әшейін мен атамнан қашты, мен апамнан қашты, деп әркімне маусым бойы қолын ұстатпай жүрді да, енді келді мына жерде бір видео үшін қолыңды ұстата салдың да, сонда сен осы уақытқа дейін өзіңнің өсіріп келген құның қайда кетті? Бәрін жерге таптап тастаған жоқсың ба? Как будто бір Балаусаған бір жаман нәрсе жасап қойған сияқты. Мен айналайын, сендер сыртта қол ұстасу емес, оны ар жағында істейсіңдер. Хорошо, сен ондай нәрсені өзің елге бүйтіп тәрбиелеп өсірген жоқсың. Өзің сондай өзек шығарып, өзің солай көрсеткенсің. Принципіңді солай жасап шығарғансың. Ақтөреге істеп тұрсың да, конечно, ол тырнағыңды кеміріп бағана отыра берші. Ақтөреге қолымды ұстатқым келді ма? Жоқ, екі нәрсе, вообще үйлеспей, сен аргументің таусыл. Тыңдайықта? Сен айқайласаң, мен спорт жеңілсің деген сөз емес. Не болды? Тыңдап алайық, мүмкін мұрша береміз. Не істейміз, Жансая? Балауса ханым, мен